12 жасқа толған балаларға арналған. Тасын түртсең, тарихы сөйлейтін сыр өңірі киелі мекен. Тіпті бұл өлкенің әр бұтасы сай саласына дейін өткеннен сыр шертеді. Байыптап қарасақ, сал серілер мен сүлейлерде, марғасқа жыраулар мен арқалы ақындарда, шайырлар мен батырларда, ишандар мен ахундарда осынау құтты қоныстан шыққан. Солардың бірі де бірегейі Қарасақал Ерімбет Көлдейбекұлы. Кезінде діншіл ақын деп айдар тағылған шайырдың шығармашылығы, өмір жолы әлі күнге дейін жіті зерттелмей құнды мұралары кең көлемде насихатталмай келеді. Ендігі міндет тарихты терең қаузап, Ерімбет Көлдейбекұлының есімін жаңғыртып, жырлары мен дастандарын, шежірелері мен айтыстарын өскелең ұрпақ санасына сіңіру. Сыр өңіріне шыққан белгілі шайыр, дүлділ сөздің дүрі, шым тұлпардың бірі Қарасақал Ерімбет 1850 жылы бұрынғы Қазалы уезіне қарасты Қызылжар өлкесінде Қуаңдария бойында дүниеге келген. Ерімбет бала жастан молдадан хат таниды. 16 жасында өз күшімен керуенге еріп Хиуаға барып, сонда 5 жыл медреседе білім алады. Медреседе білім ала жүріп, аңыз дастандарды, жұмбақтарды, қазақтың шежіресін қағаз бетіне түсірген. Міне, Қарасақал Ерімбет сол кездің өзінде, яғни 19 ғасырда халқымыздың ауыз әдебиетінің, жазба әдебиетінің дамуына өзіндік үлесін қосқан. Ерімбет Көлдейбекұлының мәңгілік мекені Қызылдың қиясындағы өзі салдырған мешіт мектептің жанында. Ұрпақтарының айтуынша, бұл жерде Көлдейбектің Ерімбет, Қосмамбет, Амантай, Атымтай және Адай деген 5 баласы жатыр. Ерімбет жастайынан алғыр, ілім-білімге жақын болыпты. Әлгінде айтқандай, Хиуадағы медресеге өз күшімен оқуға түсіп, елге молда болып оралады. Араб, парсы, түрік тілдерін жетік меңгерген ол, Қазалы өңіріндегі болыстың біріне хатшы болып қызмет атқарған. Іскерлігімен, алғырлығымен Ресей патшасының көңілінен шыққан Ерімбетке Қазалы уезі бойынша 12 болыстың үстінен қарайтын арық ақсақалы, яғни бас мұрап қызмет ұсынылады. Осылайша өмірінің соңғы күніне дейін су қожасы атанып, сыр бойындағы елді мекендерді суландыру, арық пен тоғандарды қазу, қазіргі Қазалы мен Қармақшы ауданы аумағындағы Дария арнасын кеңейту жұмыстарын атқарған. Қарасақал Ерімбеттің ел үшін атқарған тағы бір игісі 1887 жылы Қызылдың жазирасындағы Қуаңдария бойынан мектеп мешіт салдыру еді. Бұл үйдің жағы іргетасын құюға тасты мына жақтан Қараүңгір деген жер бар. Соны ағайындармен ақылдасып түйемен алдырған. Өткен көрдіңіз бе, жерден шөк кетеді ғой, болашақты ойлап отыр ғой. Одан кейін бұның мына төбесі жапқан кезде бөренелері болған, шабақтары болған. Көрдіңіз бе, ол шабақтар, ағаштар келісім арқылы, ағайындар жинап берген қаражаты арқылы Ресейдің Троицка қаласынан түйемен алдырған. Сонда бұл ағамыздың, атамыздың басты мақсаты, менің ұрпағым сауатты, білімді болса екен. Яғы, сол білім арқылы діннің қағидаттарын, өнер, әдебиет, шығыс әдебиеті, батыс деген сияқты осының бәрін құлағына құйып зерделі болып, ертеңгі күні елдің тұтқасын ұстасы деген ниетпенен осындай мақсатты салдырған. Бұл мешіт ел аузында Ағишан деп аталады. Төрттілігі Сайлы Қарасақал Ерімбет Ахмамбет Ишанды өзі тұратын жерге арнайы алдыртып, бала оқыттырған. Ахмамбет әулие кісі болған. Деректерге сүйенсек, алдында жол көрсетіп жүретін ақ жыланы болған деседі. Ел ішіндегі есті қариялар Ахмамбеттің атын атамай Ағишан атап кеткен.
Ұлысы ұлықтаған әулиенің бейіті де осы мешіттің жанында. Жалпы имандылық үйінде дәрісхана, намаз оқитын және демалатын бөлек бөлмелері бар. Сондай-ақ теріскей бетінде арнайы асхана да салынған. Бұл үй сол 1887 жылдары салынған ғой, мешіт бәрі қосылып. Кейін Союздың кезінде мұнаны үстеңгісін бәрін құлатқан. Сонымен 1988 жылдан бастап ағайын болып, Қарақалпақтан келген ағайындары бар. Солар бәріміз ремонттап, осының төбесін жауып, осындай қалпына келтірдік. Сол. Енді қазір бұнда адамдар келіп тәу етіп, түнейді осы жерде. Тәу етіп, бұлайынша жол жүріп батқан адамдар да келіп демалып жүреді осы жерден. Мынау дүния төсек орын бәрі осы халықтан жиналған дүния. Талай жастың діни білім алып, сауат ашуына септігін тигізген мешіт 1934 жылы шолақ белсенділердің озбыр әрекетінің нәтижесінде бұзылады. Материалдары мен есік терезелері колхоз құрылысына пайдаланыпты. Колхозды бір жерге біріктіру үшін Андреев деген жерден совхоздың орталығын салатын болып, Бозкөлдің орталығын салатын болып, совхоздандырамыз, колхоздандырамыз деп былай. Жинақтау керек болған енді колхозды. Сол кезде колхоз басшылары жиналып, осы жерге ұйымдасып, 18 үй отбасының адамы келген екен. Келіп қонса, адамдарды ұйықтатпаған. Төбеден түсіп, жылан болып, қара шұбан жылан болып ұйықтатпаған адамдарды. Бұзайын десе қолдары бармаған. Сонда Кемал деген сол кісі ұстамаған екен ештеңесін. Ішім ауырып бара жатыр, басым ауырып бара жатыр деп ығысып қашып, бұтаға тығылып, ішім ауырып отыр деп ешқандай ештеңесін ұстамаған екен. Сосын басқарма аяқтан хабар естетті, атының 2 қоржынына арақ салып келеді. Неге бұздырмайды екен бұл? Бұны біз бұзамыз дейді, арақты шашады мешітке. Сонда бұл жерден тізіліп шалдар шығып кеткен екен, аналардың көзіне көрініп. Біз ақшаға кеттік, алыңдар сендер деп. Ана Кемалдың құлағына солай естіліп, көзіне көрінген екен. Мешітті бұзат, апарып, Андреев деген жерден мектеп салады. Мектеп өртеніп кетеді. Андреевті 3 рет су алады. Теңізден су тасиды, сөйтіп, ол жерге совхоздың орнын, колхоздың орнын қондырмайды. 18 отбасы арасы 7-ден 10 күннен түгелінен таусылады Кемалдан бөтені. Соғыс аяқталып, ел еңсесін тіктеген тұста Қарасақал Ерімбеттің ұрпақтары Қызылдың қиясындағы мешітті қайта қалпына келтіруді қолға алады. 1959 жылы мешіттің сызбасын сызып, құрылыс жұмыстарына кіріседі. Игі бастамаға Ағишанның Әбдіжәміл Мақсым бастаған туыстары да білек сыбана кірісіп, ақын мешіті қайтадан қалпына келтірілді. Бүгінде бұл киелі жерге елімізден бөлек көршілес Өзбекстан, Қарақалпақстаннан да адамдар келіп зиярат етеді. Белгілі қаламгер шайырдың ұрпағы Қараша Қараман тарихи нысан мемлекет қорғауына алынса екен дейді. Ендігі бір мәселе, менің тілегім осы салынған мешіт, мектеп, республикалық тіпті облыстық деңгейдегі дәрежедегі тарихи ескерткіштер тізіміне алынса, ол мәселені біз көтердік. Облыс әкімдігі, аудан әкімдігі біледі, ескерткіштер қорғау қоғамы. Соны кішкене болашақта жеделдетіп, сол тізімге еніп, мемлекет қамқорлығына алса дейміз. Өйткені кейде бұның басына бір аңшылар, балықшылар келеді, кездейсоқ адамдар келеді. Бәлкім оны түсінбеуі мүмкін қадір қасиетін. Ертең от жағып өртеп жіберсе, бір жерін сындырылса, оны кім жауап береді? Ал тізімге мемлекеттік қамқорлық қалса, ол заң алдында жауаптағы. Сондықтан біздің бір өтініш, осы жағын жоғарғы органдар, жаңа шетін азаматтар, басшы азаматтар ескерсе, нұр үстіне нұр бола ма деген ойымыз бар. Ерімбеттің әкесі Көлдейбекте, атасы Ақшада заманында елді жаудан қорғаған батыр болған деседі. Көлдейбек Жанқожа батырдың сенімді серігі болса, Ақша батыр Әбілқайыр ханның қолбасшыларының бірі болып қалмақтармен соғысқан. Ақша батырдың сүйегі Қуаңдария бойына жерленген. Осыдан 300 жыл бұрын салынған мұнара өткен күннен сыр шертіп тұрғандай. Мұнара бұдан 300 жылдар бұрын салынған ғой. Қам кірпіштен салынған, бірақ та асты фундаменті шиден болған. Әкем айтатын еді, салынғаннан кейін, енді ол көп жылдардан кейін көріп тұр ғой, оны әкемінде көргеніне бір 200 жылдан кейін көрген ба, 150 жылдан кейін көрген ба, сонда менің көкірек аузымнан келетін еді шие дейді, астына салған фундаменті. Қазір оның бәрі өшіп кеткен, төмен жер отырған мұнара, оның өзі ұзындығы 11 метр мұнараның. Осы Ақша батыр бұнан 300 жылдай бұрын
осы жерде өмір сүрген, мына неяғымыз қалмақтардан қорғаған, неяғымыз мына түркмендерден қорғаған, сонан Ақшабатыр атанған, Жанқожаның досы болған, сонан Жанқожаның Ақмырза деген қызын айттырып, Көлдейбек деген баласына алып берген, сонан Көлдейбектің Ерімбет туады. Дүлдүл сөздің дүр атанған Қарасақал Ерімбет өмірден өтсе де артында өшпес мұра қалды. Ол өлеңдері мен айтыстары, шежірелері мен дастандары. Ақынның қай өлеңін насихат толғауын алып қарасаңыз да астарында үлкен тәрбиелік мән жатыр. Жақының қадіріңді біле бермес, іш тартып бүйрегіңді бұрған менен, біреуден біреу артық көрінеді санайтын бір пенде жоқ өзін төмен. Алды жөн адасқанның арты соқпақ, әркімнің қылғанысы өзіне жөн. Арамға ақылы барлар әгөз болмай тазармас, асыл арам жуған менен. Бұл өзінің арна өлеңдері, Қышақбайдың толғауы, одан кейінгі өздерінің жыр термелері мен қатар бұл кісі айтыс жанрының үлкен үздігі. Ерімбет атамыздың жеке қызбен айтысы. Одан кейінгі ең қазақ әдебиеті жазбаша айтыстың үлкен нұсқасы болып саналатын Шораяқтың Ғұмармен айтысы енген. Жақсылыққа шақыру. Одан кейін мынау ислам дінінің адамға тигізетін шарапаты, адал өмір сүру, мұсылмандықтың 5 парызы, осының бәрін Ерімбет атамыз өзінің жырлары арқылы жеткізіп отырған. Енді болашақта осындай термелері, жырлары көп айтса. Бүгінде Ерімбет Көлдейбекұлының есімін жаңғыртып, өскелең ұрпаққа үлгі ету мақсатында біршама жұмыстар атқарылуда. Мәселен, еліміздің бірнеше қаласы мен Арал, Қазалы аудандарында ақын атындағы көше бар. Сондай-ақ 1996 жылы Бозкөл ауылындағы орта мектепке Ерімбет Көлдейбекұлының аты берілген. Шайырдың 170 жылдық мерекесіне орай мектеп жанынан мұражай ашылмақ. Қазір арнайы кабинет жабдықталып, ақын туралы құнды деректер жинақталуда. Болашақ ұрпаққа осы кісі туралы мағлұмат беру, осы кісінің бүкіл еңбектерін келешек ұрпаққа таныстыру мақсатында осындай өлкетану мұражайын ашуды өзіміз көптен ойлап жүргенбіз. Жалпы мектептегі ұстаздардың демеушілігімен шамалы жұмыстар жүргізілді. Мектеп қабырғаларына стенділер осы кісі туралы мәліметтер берілетін. Енді осы 170 жылдығы деп жатырмыз. Соның қарсаңында Қарасақал әулетіндегі азаматтарға көптен көп рахметімізді айтамыз. Осы кісілердің демеушілігімен көптен ойлап жүрген ойымызды іске асырамыз деп ойлаймыз. Мақсатымыз болашақ ұрпақты баба еңбектеріменен таныстыру, насихаттау жыр-шумақтарыменен. Соның несін жаңағы тәрбиелік мәні бар жағын болашақ ұрпаққа таныстыру. Қазалы ауданында 2006 жыл Қарасақал Ерімбет жылы деп аталып, шайырды ұлықтауға арналған түрлі тағылымдық шаралар өтті. Қазалы қаласынан ескерткіш бой көтерді. Қазіргі сәтте ескерткіш қайтадан қалпына келтіріліп, айналасы абаттандырылуда. Сыр сүлейлерінің бірі де бірегейі Қарасақал Ерімбет Көлдейбекұлы осы біздің Қазалы өңірінде дүниеге келіп, осы жерде өзінің барлық біліміменен ақыл парасатын өзінен кейінгі шәкірттеріне үйретуден талмаған үлкен ұстаз және ұлы ақын. Ол кісінің өлеңдері философиялық ой толғамдарға толы. Ол кісінің осындай керемет елдің ішіндегі құрметке лайықтылығы, ол кісінің алған білімін сол шәкірттеріне берген ұстаздық қызметі ел ішінде үлкен жоғары мәртебеге ие. 2006 жылы Қарасақал Ерімбет Көлдейбекұлының 155 жылдығы қарсаңында ауданымызда ол кісіге арналып мынандай үлкен ескерткіш орнатылды. Бұған үлес қосып, сол уақыттарда республикалық дәрежедегі үлкен шара болып өтті. Қазіргі уақытта бұл кісінің басына келіп, осы ескерткішке тәу етіп, біздің жастарымыз, әскерге аттанатын жастарымыз патриоттық тәрбие мақсатында және өмірге қол ұстасып бірге аттанған шаңырақ көтерген жастарымыздың келіп рухына тағзым ететін үлкен киелі орнына айналғаны мақтанарлық жағдай. Биылғы жылы атамыздың 170 жылдығы қарсаңында мынау абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Қазір өздеріңіз көріп отырғандай жан-жағымыздың барлығы жарықтарменен жарықтандырылып, әдемі көріністер,
қазақы ұлттық құндылықтарымыздың барлығы дәріптеліп, атамыздың жан жағы абаттандыру жұмыстарында шамшырақтай жанып тұрғаны біз үшін үлкен мақтанарлық жағдай. Қасиетті сапарда тұтас елді термемен тербиелеген шайырдың тұла бойы тектілігін ұғындық. Ақылын ұран қылып, аманатын жүрегіне түйген асылдығына көз жеткіздік. Иә, бір арман орындалды. Көмейінен жыр төккен Қарасақал Ерімбет мәңгілік байыз тапқан киелі мекеннің рухын сезініп, топырағын сүйдік. Самалмен сырласып, аспанымен тілдестік. Аруағына Құран бағыштап, дұға оқыдық.